Сәлем достар, біз бүгін гимнастикаға арналған купальник шортигімен тігетін боламыз. Бізде обхват шеи мойын айналымы 33 сантиметр, обхват груди 62 сантиметр, обхват талии 59 сантиметр, обхват бедер 73 сантиметр, ДТП 32 сантиметр, ДТС 33 сантиметр. ДТС, ДТП деген жоғарғы жақтан беліне дейінгі биіктікті өлшейміз. Обхват ноги бізде шортик қой бізде. Сондықтан бір аяғының өлшемін аламыз, 40 сантиметр ол. Енді осыларды төртке бөлеміз. Обхват груди төртке бөлеміз. 15-ті 5, обхват талии төртке бөлеміз. 14-ті 75, обхват бедер төртке бөлгенде 18-ді 25 болды. Міне төртке бөліп алдық. Енді мына қалдықтарын алып тастап 15 деп, 14, 18 деп мына қалдықтарын алып тастап осылай белгілеп аламыз. Енді осы сандармен жұмыс жасайтын боламыз. Обхват ноги бізде 2-ге бөлеміз, оны 20 сантиметр. Достар, міне қарап алыңыздар, бұл өлшеммен неше түрлі размерге сызуға болады. Бізде ДТП 32 сантиметр. Қазір біз алдыңғы бойды сызатын боламыз. 32 сантиметр белгілеп аламыз. 32 сантиметрді. Длина плечи бізде 30 сантиметр. Оны 2-ге бөлеміз. 15 сантиметр. Енді 15 сантиметрімізді белгілеп аламыз. Мына шеттен екінші шетке дейін бізде 15 сантиметр. Енді мына жерден 5 сантиметр, жанға қарай, төменге қарай да 5 сантиметр. Енді мойын ойындысын доғалайтып сызып аламыз. Енді иықтан төменге қарай 2,5 сантиметр түсеміз. Белгілеп алып, мойынның ойындысымен біріктіреміз. Енді жоғарғы жерден 16 сантиметр аламыз. Бұл бізде пройма. Сол проймадан көлденен обхват грудидің 4-тен 1 бөлігін аламыз. Ол бізде 15 сантиметр. 15 сантиметрді жазамыз. Енді бізде обхват талии 14 сантиметр. 14 сантиметрімізді сызып алып, кеудемен біріктіретін боламыз. Міне дайын болды. Иық жағы сәл үлкендеу болуы мүмкін. Мен пока что осылай по большому счету ала берем. Артынан кемітем. Но пока что примеркеге осылай дайындаймын. Мына жағы сгиб болады. Енді осылай қиып аламыз. Қазір артқы бойды сызатын боламыз. Енді артқы жақ дәл осындай алдыңғы бойы сияқты, тек айырмашылығы мына менде арты ашылады ғой, артын ашамыз. Сондықтан мына етек жағы бірдей болады да, мына жоғарғы жағынан 1 сантиметр шовқа алып аламыз. Осылай, міне 1 сантиметр алдыңғы бойды кішкене, артқы бойды шығарыңқы қыламыз, бірақ етек жағы бірдей болу керек. Енді осының бәрін бастырып аламыз. Белгілеп аламыз, міне осылай сызып. Енді мына жоғарғы, мына артқы жақты кішкене шығарыңқы қыламыз. Алдыңғы жақтан қарағанда артқы жағы пройма шығыңқы болады.
Енді жаңағы осылай сызып аламыз. Осы сызықтан мына өзінің белгіленген жермен белгілеп, төменге қарай 2 сантиметр түсіп, артқы мойынның ойындысын сызамыз. Міне сызылған 2 сантиметр түстік қой. Міне 2 сантиметр түстік, мойын ойындысын жасадық. Енді міне 1 сантиметр төмен түсіп, 1 сантиметр көлденең осылай белгілеп аламыз. Астыңғы жағы дәл келу керек. Міне жоғары жағынан ғана тек 1 сантиметр шығыңқы болу керек. Бізде водолазка сияқты болып, арт жаққа былай крючокпен ілінетін болады. Сондықтан анау водолазка жағына, шет жағына қайырылып кетеді. Сол 1 сантиметр ол қайырылып кететін. Міне түстік. Енді өздеріңіз білесіздер, қандай қылсаңыздар да артын өздеріңіз білесіздер. Енді мен осылай жайлап өздеріңіздің қалауларыңызбен сызып аласыздар артқы жақты. Осылай міне ашық қылып. Міне өз қалауларыңызбен бұдан да көбірек ашсаңыздар да болады. Енді оны қарайсыздар өздеріңіз. Мынау арты, мынау алды дайын болды. Міне сгиб болады. Мына жер тоже сгиб болады. Шов түспейді арт жағынан. Дайын болды. Енді қазір біз шортигін сызатын боламыз. Мата болса, матаны осылай 2 бүктелген күйінде қолданамыз. Бізде обхват ноги 20 сантиметр болды. Сол 20 сантиметрмен жұмыс жасаймыз. Міне дәл ортасынан көлденең 20 сантиметрді сызамыз. Екінші жағына да 20 сантиметрді сызамыз. Жиырма сантиметр, мына жерде 20 сантиметр. Сонда общий бізде барлығы 40 сантиметр болды. Жоғарға қарай 10 сантиметрге көтерілеміз. Шовқа ешқандай орын қалдырмайсыздар. Осы қалай сызып атырық, дәл солай кесіп аламыз. 10 сантиметр. Сызып алдық. Енді высота сидения дейді. Мына отырғандағы биіктікті сызып аламыз. Міне бізде ол 23 сантиметр болды. Мен 8-9 жасар балаға тігіп атырмын. Мына выкрикімнің бәрі 8-9 жасар балаға арналған. Қыздар билейді, сол биші қыздарға тігіп атырмын. Дәл қақ ортасынан бізде обхват талии 14 сантиметр. Мына жағынан да 14 сантиметрді белгілеп аламыз. Енді жаңағы обхват бедер бізде бүксе айналымы 18 сантиметр төртке бөлгенде. Бұл төртке бөлгендегі есептер. Міне былай қарай 18 сантиметр, оң жағына да, сол жағына да 18 сантиметрді белгілейміз. Енді белдің нүктесі мен бүксенің нүктесін осылай қосып аламыз. Арты болады мына жағы. Мына жағы алды болады. Енді алдыңғы жағынан 2 сантиметр, артқы жағынан 3 сантиметр белгілейміз. Осылай дополнительно. Сосын осылай пішінін келтіріп, домалақтау қылып осылай келтіреміз. Сосын сол қосылған 3 сантиметрден аяқтың айналымына обхват ногиге қосамыз. 2 сантиметрге міне қостық дополнительно. Дайын болды. Шортигіміз дайын болды. Достар, пайдалы болса, подписка жасауды ұмытпайық. Лайк басып, комментарий жазып қолдап отырамыз. Міне осындай 2 деталь болды. Обхват шеи бізде мойын айналымы 33 сантиметр. Міне 33 сантиметр қылып алсаңыздар да болады. Шовқа 1 сантиметр қосып 34 сантиметр қылып алсаңыздар да болады. Бізде 8 сантиметр бұл 2 бүктетіліп
қолданылатын болады. Сол кезде 4 сантиметр болады. Шовқа қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Енді өз қалауларыңызбен қарайсыздар. Міне жаңағы примеркеге дайындап жатырмын. 20 сантиметрімізді белгіледік. Міне 20 сантиметрімізді белгіледік. Жоғарға қарай 10 сантиметр көтеріп жатырмыз. Сол 10 сантиметрден тағы да 23 сантиметр, 23 сантиметр, сонда төменгі жақтан жоғары қарай общий 33 сантиметр болады. Осылай көлденең сызықтарын сызып аламыз. Бәрін біріктіріп қосып аламыз. Осылай 4 бұрышты қылып. Енді біздің беліміз 14 сантиметр болды ғой. Дәл жаңағы қағаздағыдай матаға көрсетіп жатырмын сіздерге. Міне 14 сантиметр, бүксе айналымы 18 сантиметр. Біріктіреміз осылай. Алдыңға қарай 2 сантиметр. Оны өстіп пішінін келтіреміз. Бұл әдіспен лосина тіксеңіздер де болады. Лосина тіксеңіздер мына артқы жағынан 3 сантиметр жоғары қарай көтеріп жіберу керек. Оны артынан тағы да көрсететін болармын. Но осыған ұқсас болады. Бұдан лосина тіксеңіздер де болады. Енді үлкен адамға да тіксеңіздер де болады. Олардың енді кішкене разница болады, но ұқсас осындай. Не кесіп аламыз. Мына артқы жағын белгілеп алдым, не зыл деп. Осылай кесіп аламыз. Белгілеп алыңыздар міндетті түрде, ато қазір біріктіретін кезде шатасып қаласыздар, қайсы алды, қайсы артты дегендей. Міне осылай. Міне бірінші осылай, осы шеті қосылады, содан кейін қосылғаннан кейін барып, мына ішкі жағын біріктіреміз. Енді алдыңғы бой. Енді жаңағы 15 сантиметрді белгілеп аламыз. Иықтың 15 сантиметрін. Төменге қарай 2,5 сантиметр түсеміз. Мойнынан 5 сантиметр көлденен белгілейміз. Төменге қарай да 5 сантиметр, жаңағының бәрін қайталаймыз осылай. Ең жоғарғы точкіден 16 сантиметр белгілейміз. Бізде обхват груди 15 сантиметр болды, сол 15 сантиметрді белгілейміз. Міне байқасаңыздар, иықта 15 сантиметр, обхват груди тоже 15 сантиметр болып кетті. Мен кішкене иық жақтан кемітемін ертең. Бірінші примерка жасап алайын, примеркеге тек осылай дайындаймын. Пока что осылай қалай бар солай сызып ала беремін. Артынан иық жағынан кішкене бір 2 сантиметрдей алып тастаймын. Солай болады. Белін қосамыз. Бәрін осылай қиып аламыз. Енді артқы жағы, міне артқы жағы осылай жатқызасыздар матаны, екі бүктелген күйінде. Міне 1 сантиметр, міне ана мойын жақтан 1 сантиметр артық шығарып атырық. Дәл осылай, дәл солай, сол точкаден қосасыздар шетіне дейін 2 сантиметр төмен түсіп, артқы мойынның ойындысын сызамыз. Төменге қарай 1 сантиметр, көлденен 1 сантиметрді белгілеп аламыз. Міне етек жағы бірдей болу керек қыздар, мына тек жоғары жағынан ғана 1 сантиметр артықтау болып аламыз. Ол қазір шовқа кетіп қалады. Дәл осылай қиып аламыз. Жаңа ДТП, ДТС 33-32 сантиметр болды ғой. Соның разницасын артынан өздеріңіз өз размеріңіздерге қалай келтіріп аласыздар.
примерка жасағанда да өзгертетін жерлер көрініп тұрады. Міне, мен осылай бәрін мен көп бір топтағы қыздарға тігіп жатырмын, сондықтан арттын осылай бірдей қылып бәріне бірдей шықсын деп осындай қағазға сызып алған болатынмын. Тек соны бастырып, сіздер енді өз қалауларыңызға қарай, жаңағы төменге қарай 1 сантиметр түстік қой, соған жетпей қиып аламыз. Міне, сосын ортасын бөліп жібереміз. Міне, алды дайын болды. Мынау бізде міне арты бізде ашық, міне водолазкасы, мойнына тұратыны. Осылай екі бүктетіліп, иықтары қосылады ғой, иықтары қосылғаннан кейін водолазканы орната қоясыздар осылай.